Неге аш қарынға жылы су ішу керек? Адам ағзасының ішкі температурасы 37-38 Цельсий градусты құрайды. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп, осы видеоға лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сол себепті де бөлме температурасындағы суды ішетін болсақ, ол ас қорыту жүйесіне ауырлық түсіреді. Себебі ағза суды 38 Цельсий градусқа дейін жылытуы керек болады. Бірақ бір сөзбен айтқанда, жылы су ағзаға өте пайдалы болып табылады. Не үшін? Дәл таңертең жылы су ішкен өте пайдалы. Өйткені адам ұйықтап жатқан кезде ағза барынша жұмыс істейді. Көнімен жиналған зиянды токсиндер мен шлактар ыдырай бастайды. Осылардың бәрін таңертең жылы сумен айдап шығару керек. Таңертең аш қарынға ішкен жылы су ішек қарын аймағындағы жиналған шырыштарды жуады. Ішектің қабырғасының тазалап, одан ары токсиндерден арылуына көмектеседі. Сосын ішек қарын жүйесі іске қосылып, арықтай бастайсыз. Иммундық жүйені нығайтады. Ішек адам ағзасындағы маңызды мүшелердің бірі. Жылы су оның жұмысын жақсартып, үнемі тазартып отырады. Сонымен қатар жылы су ағзаға қажетті нәрлі заттармен қамтамасыз етіп, және де тасымалдайтын лимфа жүйесінің жұмысын жылдамдатады. Мұның иммундық жүйе үшін пайдасы өте зор. Көңіл күйді көтереді. Расында да, жылы су көңіл күйді көтереді. Жылы су ағзаға кейбір гормондардың түзілуіне себепкер болады. Әсіресе қуаныш гормоны саналатын эндорфиннің түзілуіне қатысады. Бас ауырып тұрғанда бұл жылы суды ішетін болсаңыз, басыңыздың ауырғаны қояды. Көңіл күйіңіз көтеріліп шыға келеді. Зат алмасуды жақсартып, арықтауға көмектеседі. Диетологтар бұл болжамды растап отыр. Жылы су ішу аш қарын арқылы өтіп, зат алмасу жүйесін 3 есе күшейтеді және де оны жүзеге асырады екен. Осындай жылдамдықтың арқасында ағзадағы тіндер кислородпен көбірек қанығып, өте көп килокалория жоғалтатын болады. Сөйтіп сізде артық салмақтан арылатын боласыз. Тіпті мұндайда ағзадағы ең проблемный мүшелер, яғни бел, бөксе және де сандағы майлар тез жоғалады және ісінуді басады. Жылы су ешбір қоспасыз-ақ несеп айдайды. Егер сіз күн сайын аш қарынға жылы су ішетін болсаңыз, аз күннің ішінде-ақ ісіктің басылғаны анық байқалатын боласыз. Оның үстіне жылы су бүйрекке тас жиналмауының алдын алады. Терінің құрғауынан қалыпқа келтіріп, оны одан сақтайды. Сондықтан да әр күн сайын жылы су ішу жасаруға алып келеді. Сол себепті де суды 40 градустан жоғарыға дейін қыздырып қайнату керек. Қайнап шыққан суды сәл суытып, жылы күйінде қабылдауды әдетке айналдырыңыз. Жылы суды кімдерге ішуге болмайды? Дәрігер ретінде айтатын болсам, жылы суды барлығына ішуге болады және де міндетті түрде ішу керек. Аш қарынға су ішудің 7 пайдасы. Таңертең тамақтан бұрын аш қарынға жылы су ішкен дұрыс. Ұйқыда жатқан ағзаны оятып, асқазан жұмысын тамақ қорытуға дайындаған жақсы әсер етеді. Аш қарынға су ішудің бұдан басқа қандай пайдалары бар? Ағзаны тазалайды. Ағза өзін-өзін тазартып, токсиндерді сыртқа шығарады. Ал таңертең аш қарынға су ішкен кезде ағзаның өзін-өзін тазалау процесін белсенді жүргізуге көмегін тигізіп, шлактарды дәретпен және термен сыртқа шығаруға көмектеседі. Одан бөлек су бұлшықет пен қан жасушаларын өндіруге көмектеседі. Зат алмасуды жақсартады. Неміс ғалымдарының айтуы бойынша, аш қарынға су ішу зат алмасуды 24%-ға дейін жылдамдатады екен. Бір айта кетерлігі, суды жылытып ішкен жөн. Өйткені құбырдан ағатын суда металдар мен зиянды заттар болуы мүмкін. Ал қайнатылған болса, ол зиянды заттар жойылады. Олай болса, бөлме температурасындағы немесе жылы суды таңертең аш қарынға ішуді әдетке айналдырыңыз.
Дертіңізге шипа болсын. Сіздермен бірге болған дертке шипа арнасы. Егер де осы видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп, видеоға лайк баса кетіңіз. Және де осы видеоны достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісіңіз. Олар да біліп жүрсін. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.